Жетінші үй. Ауа райы құбылып, күннің бетін сұр бұлт басып тұр. Күн әдеттегіден салқындау. Майклдың жол жүріп келе жатқанына сағаттан асты. Сөздің шыны керек, Майклдың тәні жүріп келе жатыр демесең, ойының бәрі Элани мен 3 баласында. Бақытты шаңырақ астында бесеуінің керемет өмір сүріп келе жатқанын елестетіп күлімдеді. Ойына беріліп кеткені сонша, айналасындағы табиғат түстері қалай өзгеріп жатқанын байқамады. Бағанадан бері түзу келе жатқан жол бірден бұрылыс жасағанда, Майкл жайқалған табиғат аясы емес, жартасты жота шетінде келе жатқанын көріп есін жиды. Қызыл-жасыл түсті жайнаған гүлдердің ізі де жоқ. Тек құм үстінде жан-жаққа шашылған тастар ғана жатыр. Аяғының астында шөпті жоқ. Дауылды күннен кейін мынандай көріністі алғаш көруі. Түнерген ауа райы да мына сұрықсыздыққа дем бергендей. Майклдың түйсігі бір қауіпті сезді. Майкл, абай бол деді. Жан-жағына қарады. Өлі тыныштық. Майкл жалма-жан картасын алды. Әдетте осы жердесің деп көрсететін. Ал қазір тек ақ тақ тұр. Көк, бұл не деген сөз? Деп ішінен сұрақ қойды. Көк үндемеді. Есесіне Майклдың түйсігі жауап берді. Карта дәл қазір осы жерде не болып жатқанын көрсетеді. Ал құбыжық Майклдың өткенімен байланысты бір қулық ұйымдастырып тұр. Сол себепті карта көрсетпей тұрған секілді. Расында сақ болмаса, қақпанға түсіп қалатын ұққан Майкл жан-тәніне бәрің ояныңдар, іске кірісуіміз керек деп, Жасылдың үйреткені бойынша көпше түрде сөйледі. Ал, дайындал, шешуші сәт, деп Жасыл күлгендей болды. Майкл Жасылды қатты сағынып қапты. Дайындал? Жауға шабатындай дайындалу керек пе? Деп семсер қалқанына қарады. Бірақ бұларды қолдануды да білмеймін ғой. Сол сәтте Майклдың денесі қорыққаннан қалшылдай бастады. Бұлар жаңа дәуірдің символы ғана емес пе? Қызғылт маған жаумен шайқасуды үйретпедіңіз ғой. Енді не істеймін? Майклдың дауысы қатты шықты. Дауысын жаңғырықтан өзі естіді. Мэри есіне түсті. Ақ, оны сыртқы бейнесіне алданба. Ол нағыз жарық жауынгері. Сол қасиетімен құбыжықты жеңді, деді емес пе? Кетер кезде әлі сынақтар бар, деген еді Ақперіште. Осы сәтті меңзеген екен ғой. Майкл отыра қалды. Өзі қорқып отыр. Ешқандай да жауынгер емеспін, періштелер. Мені осы шайқасқа шықсын деп дайындадыңыздар ма? Шайқас деген жерде емес пе? Бұл әлемде оның не керегі бар? Деп Майкл жыларман болды. Жерде жинаған ескі энергиямен күресу керек, Майкл, деді қызғылт. Майкл жан-жағына қарап достарын іздеді. Бұрыннан қалған төменге тартатын биологиялық вибрациядан да құтылу керек, деді Жасыл. Отбасыңмен кездеспес бұрын осы шайқастан өтуің керек, деді Қызыл. Ескі энергиямен өз деңгейіңде күресу керек, Майкл, деді күлгін. Мэри де сен сияқты жауынгер емеспін деп қорықты. Жылады, арпалысты. Бірақ жеңді, деді Ақ. Не істедейсіңдер сонда? Қызғылт, тым болмаса шайқасуды үйретсеңші, деп өтінді Майкл. Майкл, мен саған үйреттім. Сен дайынсың, деді Қызғылт. Иә, Майкл расында жауынгердей періштелердің алдында тұр. Сенімді ақтаудан басқа амал жоқ.
таңдау да жасай алмайтын секілді. Майкл алыста тұрған ағаш бұталардың қозғалғанын байқап қалды. Өзін аңдып жүрген құбыжықтың сол жерде жасырынып отырғанын сезді. «Тез шық!» деп дауыстады Майкл. Даусында батылдық бар. «Егер шықпасаң, өзім барам», деді тағы. Сол-ақ екен, бұта арасынан өз сияқты бір ер адам шығып, тал түбінде тұрды. Кәдімгі ауыл шаруашылығына киетін киім киген, аяғы жалаң аяқ. Майклға қарап, ер адам қол созып: «Майкл, өтінем, ренжіте көрмеш. Қазір саған барам», деп Майклға қарай аяңдап келеді. Ер адам жақындаған сайын жүресі таныс сияқты. Жоқ, мүмкін емес. Ол болуы мүмкін емес. Әке? Майкл әкесіне қарай жүрісін тездетті. Араларында 2 метрдей қашықтық қалғанда кілт тоқтады. «Ұлым, мен ғой. Мына әкеңді ренжіте көрмеш». «Бәрі сен ойлағаны емес» деген періштенің қағидасы есіне түсті. Майкл баяғыдай тез алданатын ақымақ емес. Сынақ әкесінің бейнесі арқылы келіп тұруы мүмкін екенін түсінді. «Мырза, дұшпаның тұратын жерге тұрып апсыз. Сондықтан маған жоламаңыз». «Білем, Майкл. Дұшпаның жетуге жақын қалды. Құбыжық сені алда күтіп тұр», деді әкесі. Майкл сенбеді. «Бұл жерге қалай тап болдың?» «Қанша дегенмен әкеңмін ғой. Аспаннан неше уақыттан бері бақылап жүрмін. Алдағы қауіпті ескеріп, сені тоқтату үшін сұранып келдім». «Майкл, әрі қарай бармаш. Барсаң шаруаң бітеді». Қанша адам сол құбыжықтан құтыла алмай көз жұмды. Алдында тұрған адамның әкесі емесін сезді. «Әке, кешір. Бірақ айғақ болмай саған сенбеймін. Айтшы, бала күнімде мені не деп мазақтайтын?» «Майкл маңқа», деп жауап берді ер адам. Осы сөзді естігенде Майкл ашуланып жылайтын. Қазір де ұнатпай қабағын тыржитты. 1964 жылы Каннел саябағында не болды? Егіздер дүниеге келіп, үлкен той жасады. «Егіздер деп отырғаным Сара мен Хелен ғой», деді ер адам сенімді түрде. Майкл қақ алдында тұрған ер адамды асықпай зерттеді. Дауысы, түрі, денесі әкесінен аумайды. Және Майклдың мектеп кезін, достары туралы, әр болған оқиғаларды күндерімен айтып берді. Арада жарты сағат уақыт өткен шығар. Ер адам барлық сұраққа жауап берді. Нақты, әрі дұп-дұрыс. Бәрін біліп тұр. Құбыжық болса, Майкл туралы мына мәліметтердің бәрін білуі мүмкін емес. Алайда түйсік сенбе деп дабыл қағып тұр. «Әке, не болып кетті?» деді Майкл мұңайып. «Балам-ау, сені сондай жақсы көрем. Қатты аяп тұрым. Шындықты айтайын саған. Майкл, сен ауруханада ессіз жатсың. Жағдайың ауыр. Мойныңа зақым келді. Соңғы рет пәтеріңде болған жағдай есіңде болар. Содан бері ес жимадың. Мынаның бәрі өтірік. Жалған нәрсе. Бұған дейін көрген періште сымақтар, әдемі үйлер, бәрі өтірік. Оның бәрін сенің жаныңда алып қалу үшін құрған қақпандары». Ер адам демікпе аурумен ауыратын адамдай демігіп сөйледі. «Әке, жағдайың жақсы ма? Неге қиналып сөйлеп тұрсың?» «Бұл зұлымдар әлемі. Ал мен жұмақтан келіп тұрмын. Менің энергиям бұл жақпен сай келмейді». «Я, оны мен де естідім», деді Майкл. «Майкл, менімен жүр. Анау тұрған ағаштың арғы жағында жұмаққа апарар есік бар. Мен сені қайта жерге апара алам».
Сен ауруханада есіңді жиып, қайта өмір сүресің. Мен сенің өміріңді сақтап қала алам. Жүр, өтінем, деді ер адам. Әр сөйлеген сайын бейнесі бұлдыр тартып, жоқ болып бара жатты. Майкл екі ұдай ойда тұр. Иә, ол бар шындықты білді. Бірақ әкесінің сенімді сөйлеген сөзі де ойландырмай қоймай тұр. Әкесінің айтқаны рас болсашы, мына әлем расында иллюзия шығар. Сөйтті де Майкл тағы бір тексеріп көрмекші болды. Анниху, деп әкесінің рухының есімін айтты. Ау, не дейсің, балам? Анниху, деп Майкл артқа қадам жасай берді. Не айтып тұрғаныңды түсінбей тұрмын, балапаным. Бұл не деген сөз? Өзі қызық естіледі екен. Ер адам уайымнан терлеп кеткені байқалды. Майкл қатқан қазықтай тұрып қалды. Әкесі ешқашан балапаным деген емес. Шешуші сәт келген түйсігімен білді. Қалқаны бостандыққа ұмтылғандай діріл қағып, семсіріде іске қосылғандай жарқырады. Мырза, Анниху деген әкемнің рухының есімі. Сіз білмедіңіз ғой сонда? Екеуі бір-бірінен көз алмай қарап тұр. Қақпанға түсу жолдары іске аспады. Бір тұтам өтіріктің арты ашылып қалды. Жетер, деп ақырды ер адам. Сөйтті де бейнесінен құбыжыққа айналып барады. Бойы 5 метрдей жасыл түсті ұсқынсыз құбыжыққа айналды. Қып-қызыл көздері ашумен Майклға тесіле қарап тұр. Екеуінің арасы 6 метрдей жер. Не деген жиіркенішті құбылыс. Не хайуан емес, не адам емес. Таз бас, қисық мұрын, көздері шоқтай қып-қызыл. Аузын ашса үшкір сап-сары тістері Майклдың жүрегін айнытты. Бет терісі сүйелге толы құбыжықтан жағымсыз иіс шығып тұр. Құбыжыққа қарап тұрған Майкл мына оқиға шынында болып жатыр ма, әлде иллюзия ма? Ажырата алмады. Махаббат пен мейірімге толы періштелер әлемінің қарама-қарсы көрінісі осы құбыжық. Неге екені құбыжыққа қарап тұрып Майкл баяғы өзін есіне түсірді. Иә, дәл солай. Ескі энергияда жерде өмір сүргенде айналаның бәріне осы құбыжыққа қарағандай қарайтын. Майклға түйсігі назарыңды басқаға аудар дегендей болды. Енді түсінді. Құбыжық өзін неғұрлым қорқынышты, сүйкімсіз көрсету арқылы Майклдың энергиясын жұтып тұр екен ғой. Майкл қаруларын іске қосып, айлаға көшті. Тиме маған. Мені өлтірейін деп келдің бе? Деп өтірік қорыққан боп бетін жапты. Су жүрек. Қорқақ екеніңді білгем, деп ақырды құбыжық. Майкл құбыжықтың дауысын бірінші рет естіді. Қорқынышты кинодағы құбыжықтың дауысы секілді екен. Мені аяй көр. Не істе десең соны істеймін, тек тимеш. Не істеу керек? Анау тал жаққа барайын ба? Есік сонда ма? Деп қорыққан болды. Семсері шайқасқа дайынмын дегендей діріл қақты. Не деп тұрсың? Мен сенің көзіңді құртам. Құбыжық Майкл үрейленген сайын үлкейіп бара жатқандай көрінді. Кімсің сен? Деді Майкл. Ха-ха, мен ба? Мен сенің бір бөлшегіңмін, маңқа Майкл. Нағыз Майкл Томас менмін. Қара маған. Көзіңді ашып, жақсылап қара. Сенің бар күшің менде. Мен сенің ақылыңның өзегімін, парасатыңның негізімін. Әкеңнің кейпінде келдім, бірақ бір сөзімде өтірік болған жоқ. Себебі мен сенің жердегі бөлшегіңмін. Жердегі мінезің, іс-әрекетіңнің көрінісі. Міне, мына мен. Маған қарада өзім осында екенмін дей бер. Не істеп жүрсің мына күлкілі әлемде? Қай-қайдағы сиқырға сеніп,
Қайт шынайы әлемге. Сен ауруханада өлім мен өмір арасында жатсың. Міне, шынайы өмір сол. Таста қалған, деді құбыжық. Майкл құбыжықтың сөзімен келіспеске амалы қалмады. Иә, құбыжық жердегі өзінің айнасы еді. Мойындамасқа шара жоқ. Мені міндетті түрде өлтіру керек пе? Мына әлемде иә, шынайы жердегі өміріңе оралту үшін өлуің керек. Бірінші көк үйді көргенде ақымақтығыңа ызаланып едім. Қайта соңынан қалмай жүріп, иллюзиядан арашалайын деп тұрмын. Мен соншалықты жаманмын ба? Деді Майкл өтірік жеңілгенсіп. Түйсікпен семсерім, оны жеңуге көмек бер, деп қаруын сипады. Тәніңнің жоғын пайдаланып, бұлар құрықтарына оңдырмай түсірді. Түсіндің ғой? Иә, түсіндім. Тек саған толық сенуім үшін дәлелдер керек, деді Майкл сенген адамның кейпіне еніп. Кез келген дәлеліңді бетіңе тастаймын. Сұрай бер, деді құбыжық, нәпсісі қоза масаттанып. Құбыжық жаңа дәуірдің ғажайып әлемін жек көрді. Бұл әлемде мейірім дей ме, махаббат дей ме, түкке керек жоқ қиялы дүние ту етеді. Оған Майкл сияқты әлсіздер сенеді. Құбыжық үшін шынайы нәрсе логикаға сүйене отырып іске асады. Мәселен, тарихшылар мен ғалымдар жазған дүние. Құбыжық орнынан тұрып, кімдікі дұрыс болса, билік сол күште. Ақыл мен логикаға негізделгендер ғана шынайы. Мен бармын, әрі бола берем. Менен күшті ештеңе жоқ. Құбыжықтың айқайынан Майклдың құлағы жарыла жаздады. Айналасындағы жасыл шөп қарайып, құбыжықтың терісіндей ұсқынсыз реңге айналды. Солайды, маған нақты айғақтармен түсіндірші, деді Майкл, жылдамдата қадам басып. Бойында соншалықты күш барын енді білді. 2 метрлік биік тауға қарғып мінді. Бұл қимылдың бәрін қызғылттан үйренген еді. Семсері вибрация беріп, Майклдың алақанында тұра қалды да фа нотасының дыбысын шығарды. Бұл үлкен күшке ие дыбыс еді. Майкл семсерін құбыжыққа емес, аспанға бағыттады. Сол қолына қалқаны да орналасты. Қалқан құбыжыққа қарап бағытталды. Майкл шайқасқа дайын тұрды. Логикаға сүйенгіш құбыжық түсінбей қарап тұр. Шына шақтай мына адам өзімен шайқаспақшы ма? Не деген ақымақтық, деді. Міне, мынау ақиқат семсері. Кімнің күшті екенін осы семсер шешсін, деді Майкл. Мынадай әрекетті күтпеген құбыжық Майклға бас салды. Майкл өзіне бар жылдамдықпен мұхит лайнері төніп келе жатқандай сезінді. Қолынан келгені көзін жұму еді. Сол уақытта семсерден үлкен жарық пайда болып құбыжықты алып ұрды. Бірақ бұл құбыжықты тоқтатпады. Тек шалқалақтатып жіберді. Майкл берілмей, қайсарлықпен қалқаны жоғары көтерді. Іштей құбыжықтан жеңілетін сезіп тұр бірақ. Алайда құралдардан шыққан жарық құбыжықты алып ұрды. Майклға жолатпады. Дауыл кезінде де солай болған еді, бірақ Майкл ол кезде түсінбеді. Бұл ғаламат жарық өте ғажап еді. Майкл тамсана әрі таңғала қарап тұр. Жаңа ғана күннің бұлтты болғанына ренжіген еді. Дәл осындай ауа райы жарықтың ғаламатын көруге көмегін берді. Себебі күн шайдай ашық болғанда семсерден жарықты тамашалау мүмкін болмас еді. Майкл аспанға қарап алғыс білдірді. Не болды? Ілім қалқаны ашуыңа тие ме? Құрметті жасыл дұшпаным. Ақиқат пен ілім барда сен бірге жүре алмайсың. Ақиқат қашанда жарық. Ал жарық барда түнек болмайды, деді Майкл сабырлы үнмен. Майкл жаралы құбыжықтың қасына құйындай ұшты.
бойында еш қорқыныш жоқ. Қолындағы жарқ жұрқ еткен семсер жарығы құбыжықты одан әрі әлсіретті. Ал, сонымен, ақиқат кім жақта екен? Кім күштірек, а? Деді құбыжыққа. Денесі түтіндеп жаралы жатқан құбыжық мойындағанша өлгенім артық деп ақырды. Жарайды, дегенің болсын деп Майкл соңғы рет семсерімен жарық жіберді. Жағымсыз иіс мүңкіп кетті. Құбыжықтан аққан қараған айналаға жайылды. Майкл тірі жанға қиянат жасап көрмеген жан. Тіпті фермада аяп тауық та соймайтын. Менен құтылдым деп ойлама, Майкл Томас. Әлі кездесеміз деп құбыжық ауада жоқ боп кетті. Білем, деді Майкл. Бұл шайқастың шешуін Майкл ұққандай. Я, Майкл бұрынғы өзімен, өзінің жағымсыз қасиеттерімен, эгосымен шайқасып еді. Майкл семсеріне алғыс айтты да, сарт еткізіп қынабына салды. Сауытына да, қалқанына да, құбыжықты жеңуге көмек берген үшін алғысын айтты. Сол сәтте ғажайып құбылыс болды. Барлық құрал саймандар құбыжықтай ауада қалқып еріп кетті. Құдайым-ау, не болып кетті? Қайда? Қайда кетті? Кетпеңдер. Сендерсіз енді не істеймін? Сосын еріген құралдардан пайда болған энергия Майклдың биологиялық тәніне бірікті. Майкл шошып кетті. Құралдар қайда? Деп айқайлады. Ақжүрек Майкл Томас. Барлық қасиетті құралдар енді бойыңда болады. Енді сыртыңда емес, ішіңде ұстайтын боласың. Лайықсың, Майкл жан. Әр құрал сенің бір бөлшегіңе айналып, әр клеткаңда болады, деді қызғылт. Майкл жерге отыра кетті. Ал ендігі шайқаста қайтем? Уайымдама, сен жеңімпаз атанасың. Қолымда қару жоқ демесең, сенің бойыңда даналық та, ақиқат ілім де бар. Ешқандай жау оны тартып ала алмас. Жасыл, менің рухани деңгейім бір саты көтерілді ме? Иә. Болдың, толдың, Майкл. Енді біздің бірімізбен кездесу ғана қалды, деді жасыл жұбатып. Ол кім? Деді Майкл шыдамсыздан. Періштелердің ұлысы. Өзің көресің, деді жасыл. Майкл орнына тұрып, соңғы 20 минутта болған оқиғаны сараптап, есіне алды. Тез болғаны сонша ойланып үлгермеп еді. Алдымен әкесінің бейнесінде келді. Одан кейін құбыжыққа айналып өзін өлтірмекші болды. Алайда ғажайыптың арқасында Майкл оны күйретті. Сосын құралдары суға сіңгендей жоқ болды. Ақ, ана құбыжық кім? Майкл, ол сенің сүйіспеншілікке бөлінген пенделік бір бөлшегің. Ол сенімен мәңгі. Адамзат ол бөлшегін махаббатпен сусындатпаса, түнекке тығып тынады. Ал түнек құбыжықтай адамды жеп тынады, деді ақ періште мейірімді даусымен. Құбыжық қайта оралуы мүмкін бе? Кеудеңде жаның барда құбыжық үнемі бірге жүреді. Ол бас салатын сәтті күтумен болады. Айтып отырмын ғой, оны сүйіспеншілікпен тамақтандыратын болсаң, түнекке тартуын доғарады. Күн шайдай ашылып кетті. Майклдың есіне Мэри түсті. Оның да рухани құралдары сыртында емес, ішінде еді. Құбыжықты қалай жеңгенін енді түсінген сияқты. Я, сүйіспеншілік пен махаббаттың арқасында жеңген екен ғой. Майкл күлімдеді. Айтпақшы, карта қайда еді? Деп Майкл жанталасып рюкзагын ақтара бастады. Ол да ішіңде, енді сенің картаң түйсігің, деді көк. Қап. Майкл өзін жалаңаш қалғандай сезінді. Бірақ аз қалды ғой. Бір үйге кірсем болды. Әрі қарай физикалық тәннің керегі де жоқ. Үйіме оралам. Одан кейін құралдың да, картаның да керегі болмайды, деді іштей өзіне.
Шатқал тез аяқталып, жартасты қабырғалары аяқтала бергенде Майклдың алдында таңғажайып көрініс пайда болды. Аспанда түрлі түсті доға тәрізді кемпір қосақ бейнесі түсті. Бұл көрініс осынау сиқырлы өлкенің көкжиек аспанында жарқырап, шатқалдың соңын көрсетіп, саяхаттың аяғын білдірген еді. Кемпір қосақтың керемет көрінісінен көз алмай тамашалап келе жатқан Майкл оның түсін түгендей бастады. Саяхатта кезіккен 6 дос аспан күмбезінде түрлі түсті доғаға бейнеленіп тұрды. Кербез әрі ұлы періштелер көкжиек төрінде біріге қол ұстасып, ақ жүрек Майкл Томас деп мадақтап тұрғандай. Майкл түстерін ойша атап, әр періштеге алғыс айтты. Карта ұсынып, қай жолмен жүру керегін көрсеткен көк, құбыжықты өлтіріп, бойыма қасиет тартқан қызғылт періште. Көңіл толқындарының жоғары болуына ең бірінші көмегі тиген биологияны есіне салып, аяғын оңдырмай ауыртқан көңілді досы жасыл періште. Жердегі өмірлік сынақтарын еске түсіріп, ол үшін қандай жауапкершілік жүктенетінін түсіндіріп берген анаға ұқсайтын күлгін періште. Ал анау қызыл түс Майклды рухани отбасымен таныстырған, әрі бірге тамақтанған қызыл періште. Міне, ақ түс. Ол махаббатқа толы ақ періште ғой. Ол шынайы махаббат туралы айтты, болашақ жарын көрсетті. Майкл періштелердің оның жеңісін тойлап жатқанын сезді. Өйткені келесі үй соңғы. Майкл енді олардың үйіне қайтып оралмайды. Оның сабағы аяқталуға жақын. Ол барын салып оқыды. Үлкен сынақтардан өтті. Құбыжықты жеңді. Майкл періштелердің онымен қоштасып жатқанын түсінді. Бәріңізге мың алғыс білдірем деп дауыстады. Ғажайып түрлі түстер бірте-бірте жоғалып, ашық аспанға айналды. Көп ұзамай 7-ші үйде көріне бастады. Бұл үй өзге үйлерге еш ұқсамайды. Бұл жай үй емес, үлкен сарай. Жақындай келе Майкл үйдің түсі қоңырқай емес, алтынмен жалатылғанын көрді. Зәулім сарай көп қабатты болып шықты, тап-таза алтыннан соғылған. Сарайдың айналасында ертегідей елітетін ғажайып бақ. Су ағыны мен су бұрқақтары жайнап тұр. Айналасы ғажайып бақ гүлдерімен жайқалған. Раушан гүлдер көздің жауын алар сұлу өрнектермен отырғызылған. Жол есіктің алдына келді. Майклдың тынысы тарыла берді. Себебі сапардың соңғы мақсаты осы үйде анықталады. Табалдырықтан аттап тұрып, жан-жағына таңырқай кідірді. Барлығы алтын. Қабырғалар, бағаналар, едендер, бәрі шебер безендірілген. Мұнда да әсем гүлдер хош иісін аңқып тұр. Бөрте гүлдің жұпар ізі танауын жарып, жүрегін махаббатқа бөледі. Расымен де ғажап, қасиетті жер. Қызық. Басқа үйлердің сырты кішкентай болса, іші зәулім. Бұл үйдің сырты үлкен болғанымен іші кішкентай екен. Өзге үйлерде дәліздер мен түрлі бөлмелерден тұратын лабиринт болса, мұнда тек бір бағытта жүруге болатын жол ғана тұр. Сіз ғибадатханаға кіргенде қандай сезімде боласыз? Майкл да киелі жерде тұрғанда ерекше күй кешті. Майкл одан әрі не істерін білмеді. Себебі періште келмеді. Майкл бұндайды күтпеген еді. Үйге кіргенде оны ешкім қарсы алмады. Ұзын дәлізбен келеді. Қақ төрде бір есік тұр. Ол басқа есіктерге мүлде ұқсамайды. Есік сыртында бір сөз ойылып жазылған. Карталар үйінде сол түсініксіз көне араб жазуын көріп еді. Осы үйде тұратын ұлы періштенің есімі жазылып тұр деп түсінді Майкл. Майкл есіктегі символ осында тұратын ұлы періштенің есімі жазылған деп түсінді. Есікті
ашып ішке кірді. Майкл Томас ол жерде көрген енді ешқашан ұмытпақ емес. Ол жер үлкен, ғажап, әрі өте әдемі. Шамасы бұл ғимаратхана болғанына ұқсайды. Ол бөлмені мұқият қарап шықты. Залдың қақ ортасында алтын тұман ерекше қалың болып тұр. Оның ішінде бірдеңе жасырынып жатқаны сөзсіз. Ол өзінің сапарының мақсатында жақындаған анық сезіп, алға қарай жүрді. Тұманды бұлттың ішіне еніп, Майкл киелі жердің өзі ойлағаннан әлде қайда үлкен екенін түсінді. Тұманның артында бір қатты нәрсе көрінді. Ғимарат не екен? Майкл тағы бірнеше қадам жасап еді. Кенет бойында ерекше күш-қуат пайда болды. Күтпеген жерде Майкл тізерлеп отыра кетті. Оның бойын қастерлі отты сезім баулап алды. Оның күшті болғаны сонша, ол тіпті тізерлеп отыра алмады. Ол ішке демін тартып, басын төмен қаратып, ырым жасағандай аңғыра қарады. Оның жан тәні тек Құдайдың бар екенін сездіретін күшті тербеліске толы діріл қақты. Ол жұмаққа апаратын соңғы есікке, үйіне жақындап келеді. Мүмкін оны мұнда періште кездестірмейтін шығар. Бірақ бұл жерде ұлы біреудің тұрғанын анық сезінді. Тыныс алу қиындап барады. Майкл басын көтеріп еді. Тұман сейіліп барады екен. Басылған тұманнан үлкен алтын текше пайда болды. Алтын текшенің ортасында жоғары көтерілген баспалдақтар бар екен. Мүмкін үйдің есігі осы жоғарыда шығар. Күшті қуат жақындаған сайын Майкл өзін мұнда болуға лайық еместей сезінді. Адам өз орнын білетін сәттер болады, және Майклдың басына не өтсе де, оның алдында ұлылығы мен киелігі жағынан теңдесі жоқ ұлық бар екенін ол білді. Ол ана дүниенің есігінің алдында тұрғандай өзін қуыршақтай сезінді. Майкл рухтың күші мен Құдайдың ұлылығына қайран қалды. Ол бірнеше қадамнан кейін оның қиялы да қол жетпейтін дүние бар екенін білді. Ол бүкіл ғалам бейнеленген ең үлкен махаббат пен сұлулыққа толы нәрсе. Майклдың тынысы тарылып барады. Бірақ ол басын көтерді. Ол оны көру керек. Ұлы періштелер айтқандай Майкл ұлы болмысты міндетті түрде кездестіретініне сенімді болды. Бұл шынында ақиқат. Мұндай қуатты вибрацияны алып жүретін қандай керемет жаратылыс болуы мүмкін екен? Бастысы, Майкл сол періштенің вибрациясына шыдас берсе болды. Көк аспанның бұлтымен буланып күтуді жазса да, ол оны көру керек. Ол киелі кітаптағы келісім сандығына қол тигізуге батылы барғандармен не болған несін алды. Олар жай ғана буланып жоқ болып кетті. Өткені қастерліге қол тигізу, Құдайға қол тигізумен бірдей. Егер қуаты одан әрі арта түссе, Майклда жоқ болып кетуі мүмкін. Себебі дәл қазір бойындағы барлық клеткалары жарылып кетердей ғажайып сезімде болды. Ол өзін іштей кеңейіп, жайнап бара жатқандай сезінді. Сатының ортасында барельефтер мен көмкерілген алтын текше барған сайын айқын көрінді. Ол тақтың аяқ жағы еді. Кесілген, жарқыраған, мінсіз жасалған. Мұнда барлығы алтынмен жылатылған. Қасиетті нұрмен көзге жарқырап тұрғандай болды. Жоғарыда періште болса керек. Ол кім екен? Майкл түйсігінен сұрады. Сосын кенет оның көзі жанып, түгел биологиялық жүйесі киелі қуаттың орасан зор толқынынан үзіліп кете жаздады. Жүрегі қуаныштан жарылардай энергияға толып, басы айнала бастады. Құдіретті кейіпте қарсы алдына кім келе жатыр? Ақжүрек Майкл Томас, қорықпа. Өзіңді осы жерде ұзақ күткен едік, деді. Денесі алтын, тұманның ішінен бұлыңғыр көріне бастаған ұлы періште.
Мына дауыс таныс дауыс. Бұл кім? Кім? Сабырлы естілген дауыс. Бұл болмыс өзгелерден жоғары болса да, екеуінің кездесуі өте қарапайым түрде бастап алды. Періште Майклға уайымдамай сабырға келуін айтты. Әйтсе де Майклдың аузынан бірде-бір сөз шықпады. Майкл періштенің нұрлы бейнесін көріп тұр. Алайда періштенің алтын басы әлі де алтын тұманның ішінде жасырынған. Періште үлкен көрінді. Осы уақытқа дейін кезіккен періштелерден әлде қайда үлкен. Шапандарының алтындары жарқырап тұрғаны сонша, қатпарлары электр тоғындай. Қанаттары. Майкл бұл періштенің қанаты болуы мүмкін екенін болжаған болатын. Қанаттары 10,000 көбелектей үнсіз қанат қаққандай. Бұл болмыс шынында киеледі. Майкл бұл керемет қуат толқынына үйренді деп айтуға келмес. Бірақ періште тоқтаған уақытта бойында тоқ жүріп өткендей болды. Майкл қасиет көз ашылған сыйға ие болды. Оның айналасы ақ нұрға бөленді. Жаныңа тыныштық ұялататын ғажайып нұр. Бойына төгілген махаббат ағыны жайлылық ұялатып, ол өзінің тепе-теңдік қалпына келтірді. Періштенің қимылсыз тұрғанына 10 минут өтті. Майклдың күші өзіне қайта орала түсті. Періштенің ерекше жарқыраған жарығы оны қорғауға алғанын түсінді. Оның ғажайып жаратылысы сөзсіз құдайлық сипатқа ие. Ол отырған жерінен тұрмастан, «Рахмет, періште, менде еш үрей жоқ» деді. «Мен сенің сезіміңді жақсы білем, Майкл. Сенің бойыңда расында үрей жоқ». Періште әлі де қозғалмай тұр. Періштенің дауысы сондай таныс. Майкл есіне түсіре алмады. «Аса киелі ұлы періште, мен сізді білем бе?» деді Майкл. Толық бейнесі тұманға оранған періште, «Иә, біз бір-бірімізді жақсы білеміз» деді. Құлаққа жағымды қандай керемет дауыс. Майкл Томас, бұл үйдегі кездесуіміз бірнеше минутқа ғана созылады. Бұл кездесу сыр сандықтың ашылатын, терең мағынаға толы ашық кездесу болмақ. Екеміздің арамыздағы тербеліс жиіліктің әр түрлі болғаны сонша, біз ұзақ уақыт бірге бола алмаймыз. Бірақ осының өзінде уақытымыз жеткілікті, деді періште. Не нәрсеге жеткілікті? Деді Майкл ішінен. Періште сөзін жалғастырып, «Ақ жүрек Майкл Томас, сен Құдайды жақсы көресің бе?» деді. Бұл сұрақты соңғы рет ақ періште қойды ма десек қателесіппіз. Міне нағыз шешуші сәтте келіп жетті. «Иә» деп жауап берші, деп барлық клеткалары бір ауыздан шу етті. Майклдың бойын қуаныш кернеп, тәңірлік болмысының алдында өзін керемет сезініп, «Иә, мен Құдайды жақсы көрем» деді. Бұл жолы оның дауысы сенімді әрі анық шықты. Оның бойында еш үрей жоқ еді. Тұманнан бейнесі жасырылған періште, «Майкл Томас, Құдайдың жүзін көргің келе ме?» «Жақсы көретін құдіреттің сипатын», деді жайлы дауыспен. Майкл сасқалақтап қалды. «Мәссаған, бұл не деген сөз?» деп ішінен абдырап қалды. Ал Майклдың жан дүниесі «иә» деп айтуын талап етті. «Иә, әрине қалаймын», деді ақырын. «Олай болса, ақ жүрек Майкл Томас, өзің жақсы көретін Құдайдың жүзін көр», деп періште баспалдақтан түсті. Жоғарыдан қалықтап түскен үлкен періште артынан қалың тұман қоса түсті. Ол Майклдың алдына жеткенде оның жүзі әлі жасырын еді. «Майкл, орныңнан тұр. Сен тігіңнен тұруың керек», деді. Майкл ішінен өте маңызды сәт жақындай түскенін білді. Оның аяқтары дірілдеп орнынан тұрды. Тұман сейіліп періштенің жүзін көруге назарын аударды.
Міне, періштенің бет бейнесі анық көрінді. Ол өз жолында көпті көрген, құбыжықты да жеңген, рухани толысқан ақ жүрек Майкл Томастың өзі еді. Өз бейнесін көрген Майклдың көзі тұманданып, жүзі жасқа жолды. Алтын тақтан баспалдақпен түскен ұлы рухани тұлғаның бет бейнесін Майкл Томас өзінің жүзін көрді. Еш иллюзия емес, бұл бет бейне нақ періштенің өзіне тиесілі. Бұл кәдімгі періштенің өзі. Ол періште Майкл еді. Сондықтан Құдайды қалай жақсы көрсең, мені де солай жақсы көргенің, деді періште. Бірақ Майкл оны естіп тұрған жоқ. Ол әлі есін жимады. Еш миына сыяр емес. Бұл қалай болғаны? Неге ұлы періштенің жүзі Майкл болып көрінуде? Еш түсіне алмай, жерде қимылсыз отырды да қойды. Саған тағы бір қасиет көзін ашатын кез келді. Менің сөзімді мұқият тыңда. Өйткені өзіңе мәні бар мағыналы терең түсінік берем, деді періште. Майкл бәрін ақылға сала бастады. Адамның логикасы көбіне көрген дүниесіне қарсы қояды, деп жымиды періште. Майклдың өзіне періште емес, айнадан өзіне өзі күлімдеп тұрғандай көрінді. Дауысы да тура өзінің дауысы екен ғой. Бірақ оны өзі байқамады. Себебі үнтаспада жазылған өзін бір-екі рет тыңдаған болатын. Сенің бұл саяхатқа шығуыңның өзі үлкен ерлік, құрметке ие. Жерге келгеніңнің өзі үлкен жеңіс. Сен әкемен адасқан ұл әңгімесін білетін шығарсың, деді періште. Майкл бұл әңгімені жақсы біледі, алайда оның осы жағдайға қандай қатысы бар екенін түсінбей тұр. Бұл әңгімеде әкесі адасқан баласын сүйіспеншілікпен қарсы алатынын есіне алды. Періште сөзін жалғастыра сәл алыстап: Майкл, барлық періште өзіңе махаббатын танытты. Сен өзіңді мұндай мейірімге лайықпын ба деп талай ойландың. Біз де төмен вибрациялы жерде өмір сүрдік. Бәрін ұмыттық, кім екенімізді білмей өмір кештік. Одан бәрі өтеді. Сен өз деңгейіңді түсініп тұрған шығарсың. Бұл жерде тұруың бекер емес. Майкл, сен жаратушының бөлшегісің. Ал жер планетасының кереметтігін айтайын ба? Жерде бәрін ұмытып, аппақ парақтан бастап, жаратушының кереметтігін сезіну мүмкіндігің бар. Сол сезінудің өзі не деген ғажап. Майкл тізерлеген күйі ойланып әлі отыр. Соңғы күндердің оқиғалары кино секілді көз алдына келе берді. Күлгеннің үйдегі отбасы жөніндегі келісім шарттар оны қатты таңғалдырды. Қызылдың үйіндегі отбасы мүшелерімен кездесуде керемет тәжірибе болды. Бірақ Майкл Томастың ең ұлы періштелердің қатарында болуы, әрі басқа адамдардың ұлылықпен тең болуы, кім ойлаған? Мен соншалықты ұлы болуым мүмкін бе? Деді Майкл ақырын ғана. Я, Майкл, біз шын мәнінде ұлы ғажап жаратылыспыз. Енді сен жерге келу жоғарғы мәртебе екенін түсінуің керек. Сен жерге келуді бұрыннан жоспарладың, және осы жаққа келу үшін кезекке тұрдың. Әлемнің барлық жаратылыстары сенің барлық ісің үшін құрметтейді. Енді сені келесі деңгейге өттің. Осы саяхатта Құдайды жақсы көретінді бірнеше рет айтқан болатынсың. Енді сол сөзіңде тұрып, өзіңді жақсы көріп, бағалауың қажет. Майкл Томас енді өмірге көзқарасың, мақсатың түбегейлі өзгереді, деп жауап берді алтын періште. Майкл ақпаратты әлде қайда жақсы қабылдады. Өйткені періште оған даналық пен терең түсінетін қасиет берген еді. Соңғы қадам біздің серіктестігімізді қабылдау. Мұның бәрі шынайы,
ешқандай да өтірік жоқ. Сен адамдық болмысыңның қадір қасиетін, құдайлығын сезін. Өзіңнің ғажап жаратылыс екенің түсін. Сенің үйің осы, және сен мәңгілік екеніңді ұмытпа. Бұл өлімнің саған берген алтын белгісін қабылау. Майкл Томас. Содан кейін Майкл өзінің ақ үйде болғанын және ақтың оған көрсеткен көрінісін есіне алды. Мэри аурухана палатасында. Сол сәтте ақ періште Мэридің алтынды қабыл алғанын айтқан еді. Қазір есіне түсті. Ал Мэри сені тани ма? Деп сұрады Майкл. Мэри өзінің жоғары менімен таныс, Майкл. Егер сен осыны меңзеген болсаң, Мэри өзінің кім екенін біледі. Ол алтын бөлме мен алтын тақ туралы да біледі. Өзінің қасиетті жан екенін және жерде болу құқығына лайық екенін де біледі. Және қасиетті болмысын қабылдады. Майкл оны ешқашан кездестірмесе де, өзіне көп нәрсені үйреткен шынашақтай кішкентай әйелге тағы да таң қалды. Ол сені таниды, Майкл, деді алтын. Таниды? Қайдан? Бәріміз бір-бірімізді танимыз. Оны періштелер бақылайтынын да білетін. Мэри де сен сияқты барлық дарын, қасиетке ие. Құралдар мен карта оның бойында бар. Және өмірді терең түсінуге арналған алтын қасиетке де ие. Мен саған да ол қасиетті бергем. Жер бетіндегі оянған, нұрлы адамның күші осындай. Майкл Мэриді таныған сайын оған деген құрметі арта түсті. Сынақ жақындап келеді, Майкл Томас, деді періште істің негізіне көшіп. Майкл тағы бір сынақ бар екенін айтпаса да түсінді. Қорықпа, Майкл. Бірақ біздің кездесуіміздің қалған бөлігін вибрациялық қорғаныссыз өткізесің. Не шындықты қабылдайсың, не қабылдамайсың. Бұл сынақ саған оңай болып көрінуі мүмкін. Бірақ серіктестігіміз туралы шындықты қабылдамайынша өте алмайсың. Мен дайынмын, деді Майкл. Тағы не істемекші? Деп уайымдағаны өтірік емес. Майклды қоршап тұрған ақ сфера ери бастады және оның бойын тағы да құдіретті энергия билей бастады. Тағы осы сезім, осы махаббат. Бұл миллиондаған субъектілердің ниетінің жиынтық энергиясы. Алайда бұл жолы Майкл басқа нәрсе сезді. Ол өзін осының барлығының бір бөлігі екенін сезді. Мен бәрін сезіп тұрмын, деп айқайлады Майкл. Бет әлпеті Майклдың түрінен бірдей періште оған жақындап. Ақ жүрек Майкл Томас, 3-ші баспалдаққа отыршы. Майкл ауыр тыныстай бастады. Денесінің жасушалары бұндай жоғары вибрацияға шыдай алар емес. Майкл алтын періштеге қарамастан денесіне дауыстап сөйледі. Ол өзінің биологиялық жүйесін дереу бақылауға алу керек. Бізде бәрі жақсы, деді Майкл жасушаларына. Қорықпаңдар, біз бұған лайықпыз. Ол жасыл періштенің үйреткен ерексіз жасады және нәтижесі көп күттірмеді. Тақтың аяқ жағындағы 3-ші баспалдаққа отырды. Денесі ақырындап тыныштала бастады. Майкл алтын періштеден бағанадан бері көз алмастан қарап тұрғанын байқады. Періште қуанып, сенің қолыңнан келеді екен ғой, Майкл. Мен саған бұл дағдылардың бәрін үйрете алмас едім. Бірақ бақытымызға орай сен басқа періштелерден бар ынта жігеріңмен үйреніп апсың. Енді менен не меңгеріп шыққаныңды көрейік. Келесі оқиға Майклды таң қалдырды. Құдайдың құдіретінің бейнесі болған алтын періште Майкл Томастың алдында тізерлеп отырды. Көздің жауын алатын керемет алтын қанаттар сәл көтеріліп екі жаққа қарай ашылды. Отырған сәтте алтын шапанын көтеріп түсіп қойды. Періште әрі қарай не істер екен, деп Майкл көз алмастан қарап отырды. Періште тізерлеп отырған күйі қайдан екені белгісіз алтын тостаған алып шықты. Майклдың көзіне қарап тұрып,
Мына тостағанда, бейнелеп айтқанда менің саған деген қуанышымның көз жасы бар. Осы жаспен сенің табаныңды жусам деймін. Өйткені сен бұл құрметке әбден лайықсың, деді періште. О, жоқ, Тәңірдің ғажап жаратылысы мені ұстап, маған қол тигізбекші. Майкл сынақтың неден тұратынын енді түсінді. Бұл алтын жаратылыстың жанасуы. Майклдың жасушалары өздерінің қадір қасиеттерімен және оның денесі туа біткен қасиеттілігін шынымен сезе ме, жоқ па, соны тексереді. Иә, мұндай сынақта қулық та көмектеспейді. Міне, шешуші сәт. Періште Майклдың аяғына қолын тигізбес бұрын оның ойларына жауап берді. Бұл сенің вибрацияңды тексергенім емес, Майкл. Екеміз бірікпейінше бәрібір бірдей вибрациялық деңгейде бола алмаймыз. Бұл сенің адами сенімдеріңді тексеру. Біз Құдайдың бөлшегі ретінде адам болу құрметіне лайық екенімізді мойындап, қабылдауымыз керек. Құдайға деген сүйіспеншілігің, өзіңе деген сүйіспеншілігің. Осыны біл. Алып періште өзінің көзі Майклдың көздерінің деңгейінен төмендегенше еңкейді. Асыл жаратылыс Майклдың табанын мейіріммен қолына алғаны сол еді. Майклдың денесін таңғажайып сезім билеп, жүрегі мен санасын шарпып өтті. Бұл керемет сәт еді. Майкл көзінен бір тамшы жас үзілгенін байқамай қалды. Ақ жүрек Майкл Томас, сен расымен ең үлкен сынақтан өттің. Бірақ қазір мен саған одан да ұлысын көрсетем. Сен қанша сапар жасадың, қаншама кедергіге тап болдың. Сонда да берілмедің. Сен жарадың. Енді сен үйге апаратын есікке кіруге дайынсың. Бірақ одан бұрын рұқсат етсең, сенің екінші аяғыңды да жуайын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Осы сәтті ешқашан ұмытпа. Майклдың өмірінде бұдан артық қастерлі де қасиетті сәт болмаған еді. Майклдың көз жасы тоқтар емес. Және Құдайдың екі жаратылысы рухани күшпен тең махаббат дейтін сезіммен алмасты. Періштенің үлкен қолдарында Майклдың аяғы кішкентай боп көрінді. Міне, рәсімде аяқталды. Тостаған ғайып болып, періште орнынан тұрды. Қанатын жазып, денесін бойлай жатып былай деді. Орныңнан тұра бер, Майкл. Ниетіңнің таза екенін көрсеттің. Үйге қайтуға дайынсың. Майкл орнынан тұрып алдымен залға, сосын періштеге қарады. Майклдың ойын оққан періште бір қолымен Майклдың қолынан ұстап, екінші қолымен тақ тұрған жақтан нұсқады. Періштеден сен өзің көтерілуің керек деген сөзді күткендей, Майкл періштеге бұрыла қарады. Саған керек есік сол жерде, Майкл. Иә. Жағдай сен ойлағандай болмауы мүмкін, деді алтын. Майкл бұл сөздердің нені білдіретінін сұрамады. Ол енді бұл жерде ұзақ уақытта қала алмайтынын түсінді. Мұны періште де біледі, және Майклға жақындап оның өзін үлкен қолдарымен құшағына басты. Жұмсақ үнмен періште соңғы сөздерін айтты. Мен өзімде ол жақтан жаңа ғана келдім, Майкл. Бәрі жақсы. Мен де жақында саған қосылам. Біз ешқашан қоштаспаймыз. Өйткені біз бір бүтінбіз. Майкл қуатты энергияның аумағынан кету керек екенін біліп тұр. Ол бұрылып, жоғарыға қарай тез-тез жүріп кетті. Баспалдақтардың не үшін тұрғанын енді ұқты. Ол періште үшін емес, адам үшін жасалған екен. Баспалдақтардың көлемі де Майклдың аяқтарына сай жасалған екен. Бұл әлемнен кететін уақыт келді. Үйге қайтатын уақыт жетті. Майкл баспалдақпен көтеріліп, ойылып жазылған таққа жақындады. Майкл алтын періштеге Құдайдың бір бөлшегі екенін сезіне тағы да бір қарау үшін кідірді. Періште Майкл Томасқа күлімсіреп қарады. Періште дұрыс айтады. Олар қоштасайын деп тұрған жоқ.
Бұл періште расында өзінің бір бөлшегі. Майкл бір күнде өзінің екі түрлі бөлігін кездестіргенін түсінді. Бірінші жағы махаббаттан ада құбыжық болса, екінші жағы бойын махаббатпен кернеген періште. Дәл екеуінің қақ ортасында оның санасы мен ақылы тұр. Және нені таңдау керегін өзі шешуі қажет екен. Майкл қайтадан жоғары көтерілді. Тығыз тұман жолын тұмандатып, ал Майкл оның алдында тек 10 шақты алтын қадамды көрді. Ол қазірдің өзінде екінші қабаттың биіктігіне көтерілгенін және көп ұзамай қандай да бір ғажап жер көрінуі керек екенін түсінді. Шынында да керемет ғажап тақ, деп ойлады Майкл. Тақтың мына аяқтары қандай үлкен, шыңға жету қандай ғаламат. Әдемі соғылған оюлы алтын орындықтың жанында көп күн күткен кіргісі келген есік тұр еді. Майклдың көптен бері армандағаны енді оның алдында. Қол созым жерде тұр. Мұнда басқа ештеңе жоқ. Тек есік пен тақ болды. Есік ауада жай ғана қалықтап тұрғандай. Қабырғасыз, тіпті ілмегі де жоқ. Оның алтын тақтың қасында қаншалықты шындыққа жанасатыны түсініксіз болып көрінді. Майкл бұл есікке апаратын жол мүлде бөлек өлшемдер есік екенін түсінді. Ол есіктің жақтауында бұрыннан білетін түсініксіз жазулармен жазылған. Соның арасында қарапайым адамның тілінде үй деп жазылған сөз оқыды. Майкл бұл сәтті қатты күтті. Ол көп нәрсені бастан өткерді. Көп дүниені үйренді. Клеткасының құрылымын өзгертті. Мұның бәрі өзін күтіп тұрған қақпадан арғы әлемге шыңдалуы үшін еді. Ал қазір мұның бәрі тым жеңіл болып көрінді. Майкл салтанатты түрде есікке бұрылды. Майкл Томас сенімді түрде, мен бұған лайықтымын. Өзім ниет еткен дүниемді жасауға мүмкіндік берген ғаламға алғыс білдірем. Қалаған жеріме шексіз махаббатпен барам, деді. Майкл Томас тағы бір рет терең тыныстап, үй деп белгіленген есікті батыл ашты. Майкл құсып жіберді.